Әбетов колледж мекемесінің арнайы пәндер оқытушысы Жақпаров Ержан Шаймарданұлының автомобильдер және олардың құрылысы пәнінен жасаған бейне сабағы. Тақырыбы майлау жүйесінің қызметі. Жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығы бойынша екінші курс студенттеріне арналған. Сабақтың мақсаты: бірінші, білімділік мақсаты оқушыларға майлау жүйесінің атқаратын қызметі мен жұмысын және техникалық күтім түрлері мен олардың маңызын түсіндіру. Дамытушылық мақсаты ақыл ойын дамыту, өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру. Тәрбиелік мақсаты студенттердің мамандығына деген қызығушылығын оятып, пәнге деген сүйіспеншілігін арттыру. Пәнаралық байланыс бойынша автомобильдер және оның құрылысы пәні химия, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу, материалтану және еңбекті қорғау пәндерімен өзара тығыз байланысты. Сабақтың барысы мен мазмұнына келетін болсақ, ұйымдастыру кезеңінде оқушыларды түгендейміз, олардың сабаққа дайындығын тексереміз онлайн арқылы. Содан кейін өткен тақырып бойынша сұрау және тақырыптың мақсаты мен маңыздылығын жариялау. Өткен тақырыптың атауы қозғалтқыштардың салқындату жүйесінің қызметі мен құрылысы болатын. Енді осы өткен тақырып бойынша төмендегідей сұрақтарды қоямыз. Бірінші, қозғалтқыштардың салқындату жүйелерінің қызметі және олардың түрлері. Екінші, сұйықпен салқындатылатын жүйенің негізгі бөлшектерін ата. Үшінші, ауамен салқындату жүйесінің қалай жұмыс істейтінін айт. Төртінші, антифриз, тосол сұйықтықтары не себептен салқындату жүйелерінде пайдаланылады. Майлау жүйесінің жұмыс принципіне келетін болсақ, автокөлік қозғалтқышы бұл көлік құралын басқаратын негізгі қондырғы. Ол жүздеген өзара әрекеттесетін бөлшектерден тұрады. Оның элементтерінің барлығы дерлік үйкеліс күштеріне ұшырайды. Сондықтан майлау жүйесі мотор бөлшектерінің үйкеліс беттеріне май жеткізіп тұру және майлау қызметін атқарады. Үйкелген беттерге жеткен май үйкеліс күшін жеңілдетеді, қажалуын тежейді, беттерді салқындатады және бөлшек беттерін қажалу қалдықтарынан тазартады. Қазіргі моторларда аралас майлау жүйесі қолданылады. Мұнда кейбір бөлшек сығылған май арқылы, кейбіреуі шашырау, ал енді біреуі ағып келген май, яғни тамшырау арқылы майланады. Үйкеліс беттеріне майлайтын сұйықтықты жеткізуге байланысты майлау жүйесін үш түрге бөлуге болады. Бірінші түрі, май үйкеліс беттеріне үлкен қысыммен беріледі де, үйкелетін екі бөлшек тіпті бір-бірімен тек сұйық қабат арқылы жанасады. Екінші түрі, май үйкеліс беттеріне майды қысымсыз ағызып немесе шашып береді. Бұл кезде үйкелетін екі бөлшек жартылай сұйықпен жартылай өзара жанасады. Үшінші түрі, май үйкеліс беттеріне әрі қысыммен әрі шашырып береді. Мұны құрама майлау жүйесі деп атайды. Мына суретте двигательдегі майлау жүйесі көрсетілген. Осы майлау жүйесінің бөлшектерімен танысу үшін біз
сандарға қараймыз, сан бойынша айтып шығамыз. Бірінші, май құятын өнеш. Яғни бұнда майды моторға құйғанда осы өнеш арқылы құяды. Екінші, отын сорғысы дейміз. Бұл денеге аппаратура деп те аталады. Үшінші, төртінші, осы аппаратураға келетін май кіретін түтік пен май шығатын түтік көрсетілген. Бесінші, центрифугалық май сүзгісі. Сосын алтыншы, май сүзгісі. Екеуі де май сүзгісі. Бұлар жәнегі майды мұқият тазартады. Себебі май мұқият тазармаған жағдайда май жүретін май магистралдары мен түтіктер бітеліп қалуы мүмкін. Егер осы бітелген себептерден май жөнді жүрмейді, двигатель бөлшектерінің кейбіреуінің істен шығуға әкеп соғады. Майлау жүйесінде ақаулар аз болғанмен, оның салдары өте көп болады. Яғни, оны жөндеу қымбатқа түседі. Жетінші, майдың қысымын көрсететін манометр. Ол кабинадағы жүргізушінің алдындағы приборлар тақтасында орналасқан. Сол арқылы біз майдың қысымын көріп отырамыз. Сегізінші, май сүзгісінің қайта өткізу клапаны. Тоғызыншы, радиатор сүмегі. Оныншы, радиаторлар дейді. Радиатор жәнегі май жүйесіне неге қажет? Жүк автомобильдерінде қойылады. Себебі жүк автомобильдері жүк тасымалдаған кезде моторға өте үлкен күш түседі. Сол кезде қозғалтқыш қызады да май сұйылады. Май қатты сұйылып кетсе, онда тұтқырлығынан айырылады да майлау қасиеті жоғалады. Міне сондықтан майдың тұтқырлығын сақтау үшін оны салқындатып отыру керек. Сол үшін осы радиаторлар қойылады. 11-ші, дифференциалды клапан. 12-ші, радиатор секция үшін сақтандыру клапаны. 13-ші, май орналасқан ыдыс поддон. Поддон бұнда жәнегі май ыдысы деп аталатын себебі барлық құйылған май осы поддонда орналасқан. 13-ші, көріп тұрсыздар, поддон түбіндегі тығын. Бұл тығын майды ағызу үшін қолданады, және тығынның ішкі жағындағы түбінде магнит болады. Осы магнит жәнегі маймен ақ келген металл бөлшектерінің жабыстырады. Яғни ұнтақтар, металл ұнтақтарын жабыстырады. 14-ші, май қабылдағыш. 15-ші, май сорғысының радиаторлық секциясы. 16-ші, май сорғысының май жіберу секциясы. 17-ші, май жіберу секциясының редукциялық клапаны. 18-ші, майды қосымша тазартуға арналған қуыс. Бұл қуыс жәнегі май магистралы деп аталады. Бұнда жәнегі май жүріп өткен кезде майдың құрамында келе жатқан, ағып келе жатқан жәнегі механикалық қоқыстар, яғни бөлшектердің үйкесінен болған металл ұнтақтары осы қуысқа түсіп, қуыс түбіндегі магнитті тығынға жабысып қалады. Енді осы суретті көріп отырғандай, жәнегі бұдан кейін біз бейнебаянды көреміз. Бейнебаянда жәнегі барлық майлау жүйесінің жәнегі барлық қызметі көрсетіледі. Онда қалай жұмыс істейтіндігі, майлау жүйесіндегі металдардың айналысы, бөлшектердің айналысы кезінде қалай жұмыс істейтіндігі туралы көрсетіледі. Осы бейнебаянды қазір көреміз. Бейнебаянды көріп болғаннан кейін жәнегі тақырыпты бекітеміз, сонан кейін үйге берген тапсырмаларды айтамыз. Қазір біз бейнебаянды көрейік. Мына жерде жәнегі суретте көрсетілген бөлшектердің
Қазір біз майлау жүйесінің үрдісін қарастырамыз. Бірінші, мотор майы цилиндрлер бас тиегінің қақпағында орналасқан өнеш арқылы құйылады. Құйылған май картерге бекітілген поддонға барып орналасады. Картердің түбіне май қабылдағышы бар, май сорғысы бекітілген. Поддонға құйылған мотор майының деңгейі шуб деп аталатын сым темірмен өлшенеді. Қазір бейнебаяннан қозғалтқыштың майлау жүйесінің жұмысын көреміз. Двигатель іске қосылған кезден бастап жұмыс істейді. Ол поддондағы майды сорып алып, қысыммен май магистралдарына жібереді. Майдың қысымын реттеп тұратын редукциялық клапан болады. Ол жеке немесе май насосында орналасады. Бірнеше май сорғыларын қарастырамыз. Олар шестернялы сорғылар және роторлы сорғылар болып бөлінеді. Бұл сорғылар реттелмейтін сорғылар және реттелетін сорғылар болып бөлінеді. Реттелетін сорғының артықшылығы ол майдың қысымын және двигательдің әртүрлі жағдайда істеген кездегі жұмыс режиміне қарай реттеп тұрады. Мотор майы май арналарына барып, ең бірінші май сүзгісінен өтеді. Май сүзгісі майдың құрамындағы ұсақ механикалық қоқыстардан тазартады. Май сүзгісі қатты кірленген жағдайда май тазаланбаған күйі босату клапаны арқылы май арналарына кетеді. Май сүзгілерін май ауыстырған кезде бірге ауыстыру қажет. Май сүзгісінен шығатын арнада май қысымын көрсететін датчик орналасқан. Ол туралы кейінірек айтылады. Қысым арқылы иіндібіліктің түпкі мойындарын майлайды. Түпкі мойындарда орналасқан сырғанау мойын тіректері майланып, үйкеліс азаяды. Май түпкі мойындардан кейін шатын мойындарына барады. Ондағы май түпкі мойындардан кейін шатын мойындарын майлайды. Шатын мойындарында да сырғанау мойын тіректері орналасқан. Яғни вкладыш деп атайды. Осы мойында, түпкі мойындар мен шатын мойындарының және вкладыштардың арасында жұқа май пленкасы пайда болады. Мұны осы арқылы үйкеліс күші азаяды. Бейнебаянда көрініп тұрғандай, иіндібілік поддондағы майды шашырату арқылы цилиндрлердің бетін майлайды. Кейбір қозғалтқыштарда қысым мен шатым бойымен барып, поршын саусақтарында майлайды. Шашырау арқылы цилиндрдің беттері және поршын саусақтары майланады. Цилиндрдің бетіне шашыраған майды поршындегі май ыдырғыш сақиналар сыдырып төмен қарай түсіреді. Сонымен бірге қысымдағы май жоғары көтеріліп, газ тарату механизмінің білігінің түпкі мойындарын майлайды. Сонан кейін ол қысыммен барған май, сонымен бірге қысыммен жоғары көтерілген май
Газ тарату механизм білігінің түпкі мойындарын майлап, одан ағып, шашырау арқылы және тамшылау арқылы басқа да бөлшектерді майлайды. Клапанның қарамыслы, штанга және итергіштер майланады. Сөйтіп, қысым арқылы иінді біліктің және газ тарату механизм біліктерінің түпкі мойындары мен шату мойындары майланса, шашырау арқылы цилиндрдің ішкі беті, газ тарату механизмінің көптеген бөлшектері майланады. Ал тамшылау арқылы, жәнегі айтып өткендей, қарамысла, штанга және итергіштер майланады. Май қысымын өлшегіш датчиктер бір немесе бірнеше болуы мүмкін. Олардың біреуі май сүзгісінің алдында, екіншісі артында орналасуы мүмкін. Егер майдың қысымы азайған жағдайда, онда қызыл түспен жанатын шам жанып белгі береді. Сонымен бірге кейбір двигательдерде майдың температурасын көрсететін датчик және майдың деңгейін көрсететін датчиктер болуы мүмкін. Сондай-ақ майды салқындататын радиатор болады. Ол радиатор су радиаторының алдында орналасады. Кейбір қозғалтқыштарда қосымша бөлшектер майлануы мүмкін. Мысалы, турбокомпрессор. Жану камерасына май кетіп қалмас үшін май ыдырғыш сақиналар және май ыдырғыш қалпақтар қолданылады. Немесе сальник деп аталады. Иінді біліктің алдыңғы және артқы түпкі мойындарына май ағып кетпеу үшін әртүрлі сальниктер мен май қайтарғыштар қолданылады. Қозғалтқышты күткенде ең басты мәселе ол мотор майы мен май сүзгісін уақытында ауыстырып отыру қажет. Үйтпеген жағдайда майдың кірленуі каналдарды бітеп, бөлшектердің тозуына немесе сынуына әкеліп соғады. Және біз бейне баяннан қозғалтқыш бөлшектерінің қозғалысын және олардың қозғалыс кезіндегі қалай майланатынын көрдік. Енді жаңа тақырыпты бекітуге көшеміз. Ол үшін төмендегідей сұрақтар қойылады. Бірінші, майлау жүйесінің бөлшектері неше түрмен майланады? Екінші, манометр не үшін қажет? Үшінші, радиатордың атқаратын қызметі. Төртінші, поддон түбіндегі тығын неге магнитті? Бесінші, қозғалтқыштағы май деңгейін өлшейтін сымтемірдің атауы. Енді үйге тапсырма беріледі. Онда өздеріңіз көріп отырғандай бақылау сұрақтарымен көрсетілген. Онда да денегі сұрақтар: майлау жүйесі не үшін қажет? Екінші, майлау жүйесі қандай тетіктерден тұрады? Үшінші, майлау жүйесінде тетіктерді маймен қамтамасыз етудің қандай түрін білесіз? Төртінші, май сорғылардың қандай түрлерін білесіз? Бесінші, қысыммен қандай бөлшектер майланады? Алтыншы, ылғалды картер, құрғақ картер дегеніміз не? Жетінші, май сүзудің қандай түрлерін білесіз? Сегізінші, май радиаторының қандай түрлері бар? Тоғызыншы, картерді желдетудің қандай түрін білесіз? Мені осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер үйге берген тапсырманы орындайсыздар. Енді үйге берген тапсырма қосымша сіздерге параграф арқылы
дәріс салынды. Осы дәрістен осы сұрақтарға жауап табасыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.